Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамына ұн қосылмайтын, шекер қосылмайтын пупы сырники жасаймыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Сырники жасау үшін бізге сүзбе қажет. Менде 0,1% сүзбе, 5% сүзбені де қолдануға болады. Және олардың үстінен бір дана жұмыртқа қосамыз. Мен шекердің орнына шекер алмастырғыш, яғни сахар заменитель қостым. Ванильді сахар, ванильді шекер қолдансаңыздар да болады. Бұл тек иісін шығарып тұрады. Аз ғана қоссаңыздар жеткілікті. Келесі бізде жүгері крахмалы, картоп крахмалында пайдалансаңыздар болады. 3 ас қасық кокос стружкасы және де 1 ас қасық кукуруз, яғни жүгері ұны. Мен жүгері жармасын алдын ала блендермен ұнтақтап алдым. Осы массаның барлығы 1 келкі болғанша араластырамыз. Егер сіз 5%-лық сүзбе қолданатын болсаңыз, сіздің массаңыз қою, яғни керекті масса болып шығады. Менде 0,1%-лық болғаннан кейін, ол сұйықтау болғаннан кейін, мен тағы да үстінен 1 ас қасық кукуруз ұны мен кокос стружкасын қостым. Табаны қыздырып, 1 ас қасық май құйып, оны жағып шығамыз табамызға. Барлық жеріне тию керек. Және де бірден шариктерді жасап, осылай видеода көрсетілгендей үстінен басып, сырниктің формасына келтіріп аламыз. Оттың асты орташа отта тұру керек. Қатты болса, ол күйіп кетуі мүмкін. Осылай видеода көрсетілгендей массаны бірден домалақтап, бірден табаға қоямыз. Бөлек тарелкеге ұнға аунатудың қажеті жоқ. Ол уақытты алады. Енді оттың астын азайтамыз. Жай отқа қойып, 5 минуттай шамасында пісіріп аламыз. Асты осылай қызару керек. Силиконды күрекшелердің көмегімен келесі бетіне аударып аламыз. Екінші бетін көп пісірудің қажеті жоқ, шамамен 2-3 минут тұрса жеткілікті. Біздің сырникиларымыз дайын. Үстінен әсемдеу үшін мен ертілген шоколад пайдаландым. Шамамен бұл жерде 10 граммдай шоколад бар. Осы рецепті тәттілерге аллергиясы бар, яғни тәтті жеуге болмайтын, құрамында шекер, ұн қосылып жасалған тағамдарды жеуге болмайтын, артық салмақпен күресіп жүрген адамдарға осы пупы сырниктің рецептерін ұсынамын. Бұл сырниктің рецебі ешқандай YouTube каналында, YouTube желісінде жоқ. Бұл менің өзімнің авторлық рецебім. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.